Мен ояндым. Көзімді ашып, бірдеңе естідім. Кіріс есік тарс жабылды. Бойымда қорқыныш пайда болды. Өйткені мен көп жылдар бойы жалғызбын. Бар күшіммен басымды бұруға тырыстым. Дәліз сол жағымда. Мен оны көрмедім. Тек компьютер тұрған столды, системный блоктың қызыл жарығын және бос темекі қорабын көрдім. Мен 100% есімді білдім. Мен ақырын шыққан қадам дауысын естідім. Тыныш болып қалды. Өйткені төсегімнің жанында кілем төселген. Не сезгенімді сөзбен жеткізу қиын. Мен жай немен бітетінін күттім. Бірдеңе маған қатты жақындады. Оның бар екенін сездім. Оның демалғанын естідім. Бір кезде жастығымды ұра бастады. Жылдамдай түсті. Қатты ұра бастады. Басымды бұра алмадым. Сол кезде мен біткен жерім осы дедім. Бірақ мен ояндым. Бақытты болмадым. Өйткені қатты қорықтым. Бірнеше ай, апта ұйықтаудан қорықтым. Мүмкін әлі қорқатын сияқтым. Елестет, сен оянып, саусақпен де қозғалта алмайсың. Бөлме қараңғы, алайда біреу бар екенін білесің. Төсектің жанында біреу тұр. Мүмкін үстіңде отырған шығар. Дем алуға кедергі болып. Сен сәл басыңды бұрғың келеді, оны көру үшін. Бірақ қолыңнан келмейді. Біреу сені ұстап тұр. Алайда көзің қозғалады. Аяқ қолды қозғалтқың келеді, бірақ мүмкін емес. Қозғала немесе сөйлей алмайсың. Қатырып тастағандай. Түн шығып бара жатқандайсың. Сені үрей баурады. Әр секунд өсе бастайды. Өйткені сен қатып қалдың. Осы кезде оянасың. Өзіңе келесің. Бастырылғаныңды түсіндің. Бұрын бұл нәрсені сезбеппін. Бірінші рет болғанда сол иықпен жатқам. Бір кезде үстіме салмақ түскенін сездім. Қозғала алмайтынымды түсінгенде үрей басты. Осы кезде құлағыма сыбырлады. Саған қайырлы түн айтуға келдім. Бір кезде мені төсек шетіне сүйреді. Сұмдық, қорқынышта. Бастырылу тарихы кинода немесе әңгімелерде ғана емес. Бұл шынайы өмірде кеңінен таралған құбылыс. Бәлкім сен бір рет сезініп, енді ұйықтауға қорқасың. Бұл үрейді қайталағысы келетіндер жоқ шығар. Осыны сезінген адам шынайы және түс әлемінің ортасында тұрғандай. Негізі бұл ұйықтап бара жатқанда немесе оянарда болады. Демек өмірдегі түс. Ештеңемен қозғалта алмайсың. Дауыс шығаруға мүмкін емес. Ал жаныңда бір нәрсе жүргендей. Үрей сезімі қауіптіліктен туады. Өмірде 3 рет сезіндім. Кеш уақыты. Мысыққа ұқсас қара нәрсе көрдім. Аяқ жағымда отырып, жақындай бастады. Қатты қорықтым. Екінші рет адам көлеңкесін көрдім. Ол бөлмеден есікке қарай жүріп, жоқ болды. Өмірдегі ең қорқынышты осы кез. Үшіншісінде жақсырақ болды. Бөлмеде пингвиндер жүргенін көрдім. Қызықты көрініс болды. Осы жайтты сезгендер бірдей сипаттайды. Монстр ғайып әлемнен келеді, сені қинау үшін. Жыртып тастайтындай жақындай береді. Төсекке шығып, тыныш, бұл жай ғана түс. Бастыру кезіндегі ең алғашқы сезім біреу жаныңда бар деген. Бөлме бос болса да, қандай түс көрсең де, олар әртүрлі болып келеді. Мифологияда убар деген жын.
жануарлар кейпіне айнала алады. Ұйықтап жатқан адамға шығып қылқындырады. Мифке сенсек, ұлбар осылай өз денсаулығын жақсартады. Тыныш, бұл жай ғана тұз. Әлде олай емес па?